Ассаляму алейкум, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан керемет дәмді торт дайындаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ұнды елеуіштен өткізіп аламыз. Үстіне қант, қопсытқыш және корица қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдыста 2 жұмыртқаны, асқабақ пюресін және сұйық майды араластырып, үстіне құрғақ ингредиенттерін қосып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Формаға құйып, қызып тұрған пешке қызарғанша қоямыз. Ал енді кремін дайындаймыз. Ол үшін шұңғыл ыдыста творожный сыр, қант ұнтағын және сливкиді қоюланғанша миксерлейміз. Суыған кожды 2-ге бөліп, кремді жағып шығамыз. Торттың үстін қуырылған және ұсақталған жаңғақтармен әсемдейміз. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, пікірлеріңізді жазуға ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.